Assalamualaikum балам. Валейкум ассалам аға. Қайда жаттығып атсың? Еш қайда? Жай өзім үшін ғой. Кезінде біз әскерде болғанымызда осындай темірлердің құлағында ойнағанбыз. Қойыншы аға, рас айтасыз ба? Әрине рас айтам. Менің де дене бітім мына сендікінен бірде-бір кем болған жоқ. Айттыңыз аға. Мен де жас болдым. Бірақ сен сияқты босқа терлеген жоқпыз. Мені босқа терлеп жүрді кім айтты? Шырағым, жаңа өзің ғана айттың емес пе? Жарайды балам. Сен өзің әскерде болдың ба? Жоқ аға. Әскерге бару қазір модадан қалды ғой. Бұрында сіздердің кездеріңізде де барлығы мақтаныш үшін барған болар. Бірақ барлығы бірдей мықты болды дегенге мен сенбеймін аға. Мына арада біз Қара теңіздің жағалауындамыз әскерлермен. Бұл жігіттердің қай-қайсысы да мықты. Ер азамат қай кезде де кезге келген нәрсеге дайын жүру керек. Спортпен айналыстың ба, еліңді қорғау үшін айналысасың. Әскери өмір бізді осыған үйретті. Расымен де мықты болған екенсіз ғой. Әскери өмір адамды жан-жақты шыңдайды екен. Қазір не бір тепсе темір үзгендей жігіттер бар. Жаттығып жатады тренажерларда. Бірақ мақсаттар айқын емес. Не үшін жаттығып жүргендерін білмейді. Ал біздегі мақсат отан үшін, елің, жерің үшін соны қорғаймын деген мақсат болды. Сондықтан да денеңді ғана жаттықтырып қоймай, жаныңды да, рухыңды да бірге жаттықтырасың.